Қыз алып қашу, мәжбүрлі неке, сталкинг, ерте жүктілік. Біз бұның кейбірін әлі күнге дейін дәстүр, елдің салты, ұят болады деген сөздермен ақтап келеміз. Бірақ адамның еркінен тыс алып кету дәстүр емес. Зорлық дәстүр емес. Кәмелетке толмаған қыздың тағдырын оның орнына шешу дәстүр емес. Мен, Рауан Сағадиева, бұл халық үні ток-шоуы. Бүгін біз бір сұраққа жауап іздейміз. Қыздарымызды заң қорғай алмай отыр ма? Әлде қоғамның өзі қылмысқа көз жұмып отыр ма? Эфирге дейін астаналықтар арасында сауалнама жүргізілді. Экранға қарайық. Дұрыс ол. Ол ата-бабадан кеткен дәстүр ғой, баяғыдан кеткен. Дұрыс негізі. Мен алып қашып үйленгем. Ата-бабадан келе жатқан нәрсе, бұны қалдыруға ешкімнің несі жоқ. Қалмайды ол нәрсе. Қайта сол бар ғой, алып қашқанның пайдасы менен балалы шағалы болып бақытты болып кетіп жатыр көп елдер. Я против такого. Свобода человека – это же, право человека на свободу. Поэтому выбор каждого. Никто не должен кого-то по принуждению воровать и прочее. Алып қашу деген негізі дұрыс емес қой. Келісіммен алған дұрыс. Дұрыс емес деп ойлаймын. Неге? Қыз баласының шешіміне қарсы келуге болмайды ғой, қыздың құқығын да қорғау керек деп ойлаймын. Оның үстіне тек дәулеттің қызын абыроймен алып кеткен дұрыс деп ойлаймын. Я не считаю, что это правильная традиция в наших условиях в современном мире. Бүгінгі әңгімені бүкіл Қазақстанды дүр сілкіндірген Нұрай Серікбайдың оқиғасынан бастайық. 21 жастағы студент Нұрай Серікбайдың оқиғасы қоғамға ауыр сұрақ қойды. Оны күдікті бұған дейін күштеп алып қашқан. Нұрай бұл некеге келіспей үйіне қайтып келген. Алайда, содан кейін оның артынан аңду, қудалау тоқтамаған. Ақыры жас қыз өз үйінің маңында қаза тапты. Қазір бұл іс бойынша сот процесі жалғасуда. Бүгін бізбен байланыста Нұрайдың ағасы Сұлтан Серікбол. Сұлтан мырза, рахмет. Менің сізге қояр екі сауалым бар еді. Бірінші сауалым, Нұрайды алып қашқаннан кейін, үйге қайтып келгеннен кейін оған қандай қысым және қандай қорқынышты басынан өткерді? Отбасы оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қандай іс-әрекет жасады? Полициялар шақырдық, күттік, келді. Ар жақта ұзақ процесс енді алып кетті. Өкінішке орай біздің заявлениені қабыл алмады. Нұрайға басқа заявление жаздыртып, негізі бірінші заявление жазған болатын, потом екінші заявлениені олар манипуляция жасап, барынша Нұрайға давка болып, ешкімді кіргізбей, оның несін өтінішін өз еркіммен келдім деген сияқты, ешқандай претензиям жоқ деген сияқты заявление жазған болатын. МВД-ға бардық, өкінішке орай заявлениеміз қабыл алмады. Прокуратураға бардық, қабыл алмады. 102-ге звондадық, қабыл алмады. Не істерімізді білмей қалдық. Істің барлығы жабылып кетіп жатты. Енді білесіздер, бізде қалай ондай істер шешілетін. Шымкент қаласында тұрамыз өзіміз. Жақта енді басқаша бір система. Осы процесстер кезінде шыны керек, Нұрайдың жағдайы өте ауыр болды. Депрессияда болды. Көңіл күйі қатты болмады. Біз барынша бүйтіп көңіл көтеруге, барынша көңіл аулап, барынша жағдай жасауға тырыстық. Енді сонымен бірге сәл болсын жағдай жақсы болды, бірақ сталкингтің кесірінен өте бір мазасыздандық пайда болды. Екінші сұрағым, қазіргі таңда сот жүріп жатыр. Сол себепті сіз соттан және мемлекеттен үкімнің қандай болғанын күтіп отырсыздар және қалайсыздар? Барынша сотқа жеткізбеуге тырысты олар. Мысалы, арға тарап барынша әрекеттер жасады. Өздеріңіз білесіздер, псих болдым деді, Алматыға барып емделіп келемін деді, ол жақтан мына жаққа жіберді, тағы да көптеген бір нелер болды, қарсыластықтар болды. Олар ең бастысы сот барысына жеткізбейік деген мақсат оларда. 3 аптаның ішінде сот бітіп қалар деп ойлап жатырмық, өйткені қазір процесс бойынша аптасына 2 рет деп бекітілген. Біздің енді білесіздер, қаңтардан бері мен бүкіл жерде жазып жүрмін, айтып жүрмін, насихаттап жүрмін. Тек өмір бақи бас бостандығынан айыру. Бұл жерде мен мысалы статьяларда қараған кезде өмір бақи бас бостандығынан айыру деп бір аспаннан алған жоқпын да. Бұл жерде фактически доказательстволардың бәрі бар, қағаздардың бәрі бар, экспертизаның бәрі бар, куәгерлердің бәрі бар, статьялар бекітілген. Соның бәрінің арқасында пожизненно беруге юридически возможно.
осы пожизненно дегенге қазір бізде 3 статья жүріп жатыр. Біріншіден 125 алып қашу, потом 115 сталкинг жөнінде. Сталкингте әрине көп ұзақ емес, күндікке қамауға, ал алып қашуда 2-3 жылға, по-моему, қателеспесем, 3-4 жылға, 3 жыл мен 5 жылдың арасында қателеспесем. 3 жыл мен 5 жыл, сталкинг 60 күн, 99-да 2, яғни особо тяжкое убийство 15 пен 20 және или пожизненно деген. Сол егерде совокупно 3 статьяны қосқан кезде пожизненно берсек деп отырмыз. Сұлтан мырза, рахмет сізге. Біз барлығы студия болып, қазақ елі болып, сіздерге табандылықты тілейміз. Эфирімізге келіп сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет айта отырып, мен айтқым келетіні, біздің осы студиядағы қонақтар айтып кеткендей, Нұрай қаза тапқан жоқ, Нұрайды өлтірді. Және қорықпай осы нәрселерді айта отырып, басқа да қыз келіншектердің құқығын қорғауға бәріміз атсалысуымыз керекпіз. Және сот үкімінің шынайы әділетті болуына біз тілектеспіз. Рахмет. Студиямыздың қонағы Айгерім Құсайынқызы, гендерлік сарапшы. Сізге сұрақ, неліктен қыз алып қашу әлі күнге дейін дәстүр деген желеумен ақталып келеді? Қазақ контентінде біз бұны дәстүр деп ақтаймыз, себебі 1980 жылдардың соңына қарай қазақтар сондай дамымаған халық, оларда тіпті қызды да алып қашып кететін дәстүр бар екен деген өзге де ғалымдардың, соның ішінде Ресей жазбаларында берілген ақпаратқа сеніп қалған халық өзінің әрекетін атадан келе жатқан әдемі дәстүрімізді қылмыспен орнын алмастыра бастады. Бұл тарихи әділеттілікті талап ететін, ғалымдардың қайта қарауымен түсіндіруді талап ететін өте үлкен концепт. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 97 жылға дейінгі нұсқасында қыз алып қашу деген бап болды. Бірақ та сол кезде біздің парламенттің бірінші шақырылым депутаттары жоқ, бұл біздің дәстүр ғой деп алып тастады. Яғни қылмыстық кодекстен алып тастады. 2014 жылы қылмыстық кодексте де бұл енгізілмей қалды өкінішке қарай. Былтыр ғана 2025 жылдың 16 шілдесіндегі заңға сәйкес 125-те прим 1 неке қиюға тұруға мәжбүрлеу деген бап болып енді. Қыз алып қашу деген атаумен енген жоқ. Бұған да көңіл аудару керек. Көрші елдерде Қырғызстан, Грузия, Әзербайжан сияқты өзге де мемлекеттерде қыз алып қашу қылмыс болып қалды. Өзгерген жоқ. 97 жыл біз оны алып тастаған кезде көршілеріміз Қырғызстан алған жоқ, соның нәтижесінде оларда дерек бар. ЮНЕСКО-ның ООН әйелдерінің дерегі бойынша Бішкекте күніне 50-ге жуық қыз ұрланады деген ресми статистика бар. Бізде 97 жылдан бастап ешбір бап заң болмағандықтан прокуратураның құқықтық статистика комитетінен соңғы 30 жылда қанша қыз Қазақстанда қыз алып қашудың құрбаны болды десек, бізге нақты санды өкінішке қарай айта алмайды. Ең үлкен трагедия да осында деп ойлаймын. Осы орайда менің бір сұрағым бар да. Мынандай сөз бар ғой? 13-тен отау иесі дейді. Осыған қалай қарайсыз? Себебі сіз күшті айтып кеттіңіз, бірақ осы орайда осыны 13-те отау иесі деп айту дәл қазір қылмыс. Себебі бала 18 жасқа дейін бала саналады, ол 16-да да 17-де ұзатылса, оны келін деп атауға болмайды. Тіпті біздің журналистердің өзі осындай қателік жасайды, 16 жасар келін, 15 жасар келін деп тиктокта жүреді. Жоқ, келін емес, ол бала және балаға қарсы жасалған қылмыс. Менің ойымша, сізбен толыққанды келсем, бірақ алайда менің тағы бір мынандай ойым бар да. Мысалға, көп нәрсе ойлаймын білместіктен болады. Мысалы, қазіргі таңда жас қыздарды алып қашып кетеді, ерте жүктілік, біздің тақырыбымыз ең маңыздысы, иә. Ұят болады, ел не дейді деген сөздер бар үй ішінде. Әсіресе қазақ отбасыларында менталитетке сай, мысалға, жыныстық сауаттылықты, оның ішінде етеккір келген кезде жүктілік болып қалатын айтпайды деген осы қоғамдағы қысымды қалай тоқтатамыз? Біз тіпті етеккір деген сөзбен де күресеміз. Феминистер, ол кіремес. Оны бізге кір деп айтқан өзге адамдар ай сайын біздің денемізден шығатын қызыл түсті сұйықтық, ол ешқандай да кір емес, ол органикалық, табиғи жаратылысымыз. Егер бүкіл әлем 4 жылда бір болатын чемпионат мираны FIFA-ны қалай күтсе, әйелдерді ай сайын солай күтеді айлығын. Бірақ та ол жайлы әлем айтпайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының соңғы деректер бойынша Қазақстанда жыныстық қарым-қатынасқа түсудің алғашқы жасы 16 жас. Енді 9 сыныптың балалары деген сөз. Мектепте сексуалды сауаттылық айтыла ма? Айтылмайды. Бұрын ол 12 жас болған. Яғни дебют деп аталады. Сексуалды дебют ең алғаш жыныстық қатынасқа қашан түседі? Білмейді. Сен биология пәнде мұғалімі түсіндіреді ме? Түсіндірмейді. Тіпті біз өзіміздің жыныс органдарын қазақша атауды әлі толық жоқ. Ғылымның өзінде де. Сол үшін бұл ешқандай да ұят дүние емес, бұл ғылым, ол медицина, ол перзент әкелу, қыз бала дүниеге келгеннен бастап, айлық келгеннен бастап, 13 жасынан бастап, менопаузаға дейін оның бүкіл өмірі ана болуға дайындықпен өтеді.
Рахмет үлкен, бірақ алайда осы қысымның кесірінен өкінішке орай біздің қоғамда болып жатқан қылмыстар саны азайып жатқан жоқ. Осы орайда менің біздің студияға қонаққа келген Қорғау дағдарыс орталығының психологы Назерке ханымға қояр сұрағым бар. Сіздердің орталықтарыңызда көптеген кәмелетке жетпеген мектеп оқушылары жыныстық қатынасқа ерте түсіп, алып қашқан жаңағы құрбандар бар. Олардың психикалық жағдайы қандай, және осы ерте кәмелетке толмай жынысқа түскен, ол ағзаға қандай зиян алып келеді? Психикасына қандай зиян алып келеді? Айқын бір осындай кейстерді айтсаңыз орталықтағы. Саламатсыздар ма? Біріншіден, мен дағдарыс орталығының психологы ретінде осы уақытқа дейін тәжірибемде көп кездескені, қыз балалардың ерте жүктілікке, ерте отбасылық өмірге қадам басуының бірнеше психологиялық себептеріне тоқталғым келіп тұр. Біріншісі, бұл жақындық пен жалғыздықты жабуға әрекет етеді. Яғни қыз балалар өзінің жалғыздығы мен жақындығын жабу үшін де осы жүктілік арқылы өзінің бір жалғыздығын, яғни сәбиді дүниеге әкелген әрбір ана өзінің кепілі, ол бала одан кетпейтіндігіне кепілдік бар, баланы сүйіп құштарланып, құмарланып жақсы көретініне кепілдік бар. Сондықтан да олар оны саналы түрде жасамауы мүмкін, бірақ бейсаналы түрде осындай әрекетке келеді. Екіншісі, көп жағдайда ата-анасына, Яғни біріншісі балалық травма. Иә, өзінің жақындығы мен жалғыздығын жабу мақсатында осы әрекетті жасауы мүмкін. Екіншісі, бұл ата-анасына деген бір ашу, ыза, агрессия болуы мүмкін. Сол агрессияны көп жағдайда олар сөзбен, эмоциямен шығара алмаған кезде олар дене арқылы білдіргісі келеді. Ең бастысы, сіздердің жұмыс жасау барысында және нәтижесінде сіздер кепіл бере аласыздар ма? Осы құрбандық қайтадан сол жағдайға түспеуіне, немесе қандай жағдайда ол түспейді? Осы орайда қазір жауап бере отырып, мен келесі кейіпкерімізге өткім келіп отыр. Көп жағдайда бізге зорлық зомбылықтың құрбаны болған, ерте тұрмыстың зардабын көрген әйел адамдар келген кезде өте төмен деңгейдегі қауқарсыз, сенімсіз, өз-өзіне өмірге деген құштарлығы мүлдем жойылып кеткен, яғни олар тән деңгейінде өмір сүру мүмкін, бірақ жан деңгейінде олар өздерін өлтірген деңгейде келеді бізге. Яғни бұлар өте әлсіз халде келген кезде олармен біздер жан-жақты мамандар, психолог, заңгер, әлеуметтік педагог, медициналық көмек тарапынан жан-жақты мамандардың жұмыс жасауының тарапынан, яғни бізде кезең-кезеңмен жұмыс жасаймыз. Орта шамамен сіздердің дағдарыс орталықтарыңызда жаңағы құрбандар қанша уақыт болады? 6 айға дейін. Айта кетсек көрермендерге. Біздің орталыққа түскен әйел адамдар көп жағдайда, егер де ол өзі шешім қабылдап қайта отбасынан қосылмаған кезде, олар 6 айға дейін біздің орталықта барлық жағынан толыққанды қамтамасыз етіліп, қолдауды көре алады. Одан кейін олар өздерін жаңағы біз дайындаймыз ғой, кезең-кезеңмен олардың қоғамға, ортаға, жұмысқа бейімделуіне дайындаған кезде олар түсіне бастайды. Өзінің бұл өмірде жаңағы қандай да бір әрекетті істей алатындығына көзі жетеді, ақша таба алатынына көзі жетеді, және балаларына керек екендігінде көзі жете бастайды. Осы дүниелерді көріп бастаған кезде олар ақырын-ақырын орталықтан кетіп, жоспарларын құрып, өздерінің өмірлерін сүруге бейімделе бастайды. Яғни сіздің айтқыңыз келген өмір жалғасады. Өмір жалғасады. Кез келген оқиғадан кейін де болашақ барына сенім артып, жаңа өмірге бейімделе алатынына сенім алып кетеді. Оған өте мен сенгім келеді, алайда статистика басқаша айтады. Осыған орай рахмет, Назерке ханым, сізге. Қазіргі таңда, қазіргі кезде біздің студиямыздың қонағы өзінің есімін жасыруға сұранды. Сол себепті сізге Айгүл ханым деп атасам болады ғой, иә? Өзіңіздің шынайы оқиғаңызды айтып кетсеңіз, Айгүл ханым өкінішке орай мәжбүрлі алып қашудың құрбаны. 16 жылы көктем айында өз еркімнен тыс бір ай танысқан жігіт, өз еркімнен сөйлесіп жүргенбіз, бірақ алып қашып кетті. Білмей танымай тұрмысқа шыққанның көп зардабын тарттым. Тұрмыстық зорлық зомбылықтар өте көп орын алды. Жалғыз қалдым мен негізі.
қатты қиын болды, балалар туылды сосын. Жәбірленуші ретінде сіз арыз жаздыңыз ба? Әрине жаздым. Каждый раз мен 102 шақырып, қатты не қылған кезде өткен. 102 шақырған кездерім өте көп болған. Бізде 2017 жылдан бастап тұрмыстық зорлық зомбылық қылмыс болып саналмады. 2017 жылғы өзгерістерге сол кісінде болар. Полиция сізде әрекетсіздік танытып, ой бұл тұрмыстық зорлық зомбылық. Ондай кездер болды. Милициямен шақырған кезде олар менің арызымды қабылдамаған кездерде болды. Оның жеңгесі, ағасы келіп, мамасы келіп, не қылып, енді ауылда келіннің өзінен деп сөйтіп, өзімді кінәлі қылып, баласын әппақ қылып, сол арыз алғызбай менен, жақындатпай маған милицияны, мен арыз жазғым келсе де. Сөйтіп істі жауып жіберіп отырды, көбіне сондай жағдай болды. Қатты ұрған кезі 20-шы жыл карантин кезінде. Өте қатты соққы алғам сол кезде, экспертиза нәтижесі, сол өте қатты соққы алып өлуге жеткеннің өзінде экспертиза нәтижесі мені таңғалдырды. Средний степень деп берді. Оған 3 күн ғана бас бостандығынан айырды, 3 күн ғана қамалып шықты. Сот онлайн болды, ол кезде мен Үміт кризис-центрында жаттым. Сол кезде де ол милиция мені арызымды қабылдамай қойды мүлде. Сол кезде мен волонтерларға шығып, олар департаментке айтып, департаменттен звондап жаңағы ауданға. Сендер әйел өлген кезде ғана арызын аласыңдар ма? Неге қарамайсыңдар әйелдің арызын, неге қабылдамайсыңдар деп. Сол ауылдың милициясы қорыққаннан жүгіріп жүріп өздері. Сол кезде ғана менен арыз алды. Айгүл ханым, осы орайда сіздің артыңызда тіреу болатын бір ата-анаңыз, туыстарыңыз болды ма, қолдады ма? Әлде қоя салшы, сіңісіп кетесің, үйреніп кетесің, ұят болады, ел естімесін деді ма? Қандай жағдай орын алды? Әрине сол өзім оңтүстік жақтың қызымын. Сол жақта қатты қарайды, ой, болды, сол жақтан тұрмысқа шықтың. Мен өзі ажырасқан еркекке тұрмысқа шыққам, өзім тұрмыста болмағам. Ниетім таза болып бардым, семья боламын деп. Сөйтіп мен тұрмыстық өмір қандай болатынын білмедім. Біз тем более бір шаңырақта 3 семья тұрдық. Ол үйдің дәстүр заңы сондай екен. Оның бәрін барған кезде білдім. Жаңағыдай келінді не қылып, келінді мен жақтап кішкене поддержка беріп не қылғанда, мен кішкене семья болып кететінім. Өкінішке орай осындай абьюзерлердің құрбаны болғандықтан менде мынандай сұрақ туындап отыр. Егер осы мысалға құрбан енді ойлайды ғой, сенеді ғой, абьюзер келіп кешірім сұрайды, қайтадан татуласайық дейді, сіздер сенесіздер, қайтып қосыласыздар. Осы орайда дағдарыс орталықтарына барып, жұппенен бірге жұмыс жасалатын жалпы тәжірибе бар ма, жоқ па? Әлде тек қана құрбанмен ғана жұмыс жасайсыздар ма? Әрине бізде агрессордың өзі де келетін жағдайлар болады, бірақ олар көп жағдайда ұзақ терапиялық жұмысқа көнбейді. Оған қарсылық танытады. Яғни өзінің осы әрекетін қабылдағысы келмейді. Мен дұрыс жасап жатырмын деп ойлайды өздерінше. Ал енді қазіргі уақытта заң күшейді. Бұның барлығы бір заңға тарту, жауапкершілікке тарту, өзінің қылмыс деңгейінде бұның барлығы бір қақпаның ішінде ғана қалады. Ал оның ар жағындағы өмірде олар екі тараптан да психологиялық көмек, дағдарыс орталығының көмегінен жүгіну деген ол қалып қояды. Сондықтан да бұл қайтадан сол өмірге оралады екі отбасы, екі адамда, жәбірленуші де және зорлық көрсетуші. Мен заңгер болсам да, заңды қатайту отбасыдағы тұрмыстық зорлық зомбылық мәселені шешеді деген келіспеймін. Себебі бұл мәдени дүние. Мысалы, жаңағы сіздің төркініңізді сізді қорғамау, ұзатылған кезде қыздарға айтатын балдай батып судайсын, еті сенікі, сүйегі біздікі деген сөздердің қаншалықты ескіргендігін біз айтуымыз керек. Ең қымбат қазына адамның өмірі. Болды. Ол саудаға салынбайды, ол талқыланбайды, ол дәстүр емес. Қол көтерілді, сіздің құндылығыңызды мемлекет қорғау керек. Бұл жерде сіздің тек қана төркініңіз ғана емес, мемлекет не үшін бар? Біз неге бұл мемлекетке салық төлеп жатырмыз? Менің өмірімнің құнды екенін түсіну үшін. Мен осындай кезде маған араға түсетін ешкім болмаса, қорғау орталықтар болмаса, полиция болмаса, жалпы қоғам болып, біз көрші болып, ағайын болып, қолдау көрсетуіміз керек. Осы қыздарға айтылатын сөз патриархалды қоғамда бұл тек қана әйелге біздің ер азаматтар өкінішке қарай меншігім деп қарайды. Мен иелік етем, мен меншігім. Ұрлап алдым. 2016 жыл болды, ол менікі. Ешқайда кетпейді. Өлтірем ба, ұрам ба, соғам ба, өзім білем. Яғни меншіктік көзқарастан арылуымыз керек. Біздегі уытты маскулиндік деген мәдениет осы. Ол мені меншігім. Ешқайда кетпейді. Сіздің ұсынысыңыз
қалай осыны өзгерте аламыз, қалай біз осыны тоқтата аламыз? Себебі қателеспесем 2023 жылдан бері зорлық зомбылық ел арасында салтанат заңы деп кетті, я күшіне енді. Алайда сіздер білесіздер ғой мәселені, я 2030 жылға дейін қазір шегерілді, яғни осындай кухнядағы боксерлар дейді, я ел арасында оларды қамайтын мүмкіндік жоқ деп, қазір ол да жұмыс жасамайды, сол себепті қайтадан басынып жатқан сияқты. Осының мәселені қалай шешуге Ол болады? 2024 жылы 15 шілдеде, 15 сәуірде отбасы күні. Президент сол күнге қол қойды. Отбасы күні таңдау ол кездейсоқтық цифра емес, ол саясат болды, ол идеология болды. Отбасыда зорлыққа жол жоқ, бұл махаббатпен құрылған одақ, махаббатпен басталу керек, я ұрлықпен емес, күш көрсетумен емес. Бірақ ол заң қабылданғаннан кейін біз бүкіл әлемге жар салдық. Бізде енді денсаулыққа сіз айтқандай жеңіл орташа зиян келтіру бұрынғыдай әкімшілік бұзушылық емес, қылмыстық кодекс. Тіркелетін қылмыстардың саны артты. Ол бойынша артыластай былтыр Женевада, Польшада баяндама жасады. Бірақ қылмыстардың санының артуы қылмыстың халықта азайғанын көрсетпейді. Біздің санамыз Нұрайдың кейсі болды. Үшінбаевтың соты болды. Өзгерді ме? Әлде кеше ғана жауғашар тіреста әйелдің, қыздың, сұлудың жоқ дегені иә деген әнді шығарып жатыр ма? Немесе қыздың жоқ дегені иә деген әнді қорғап жатқан адам салтанат заңының өзгергені санасына серпіліс әкелді ме? Әкелген жоқ. Неге біз қоғам ретінде тек қана қағазда жазылған заңдарға сеніп отыра берсек, санамызды өзгертеді деп ешқандай өзгеріс болмайды. Тас тұрған жерде тұра береді. Енді осы бағдарламаны пайдаланып отырып, көрермендеріміздің қолдауына сүйеніп, мен ойлаймын бізді көп адамдар бақылайды, қарайды, құлақтарына алтын сырға дейді. Сіздің нақты ұсынысыңыз? Ең бірінші мәдени контекстен бастау керек. Бізде өкінішке қарай Инстаграм болсын, TikTok болсын, әйелді заттандыратын, әйелді объективизациялайтын, меншіктейтін, кемсітетін тіл өте көп. Соны қолданылған адамдарға, журналистик этиканы бұзғандарға жазаны күшейту керек. Мысалы, КТК телеарнасы хабар болсын, 14 жаста зорланған қыз туралы репортажда 14 жаста етегім түрілді деген бағдарлама берді. Етек түрілу бұл сіз қылмысты ақтап тұрсыз, сіз қылмысты романтизациялап тұрсыз, кәмелеттік жасқа толмаған қызға жасалған қылмысты сіз етегім түрілді деп қана айтып тұрсыз. Осындай мәдени контекстіде жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Немесе хабарда бірақ деген бағдарлама шықты, ертеңінде жабылып қалды. Біз осылай жұмыс жасауымыз керек. 100% келісемін. Енді ертең неке көбіне ерте жүктілікке алып келеді. Өкінішке орай 14-15 жасар қыздың денесі әлі де бала. Осы орайда менің біздің студиядағы қонағымыз Қалдыгүл Сейітбекова гинеколог ханымға сұрағым бар еді. Медициналық тұрғыдан кәмелетке толмаған қыз үшін ерте жынысқа түсу қандай стресске алып келеді? Физиологиялық тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан жалпы оның салдары қандай болады? Жыныстық сауаттылық дегеніміз бізде іш киімнен басталады. 3 жасар қыз бала түсінеді, әкеңнің алдында іш киіммен жүрме деген сөзді. Жалаңаш үйде кісілер келген кезде жүрме деген сөзді түсінеді ол бала. Сондай кішкентай жасынан бастап жыныстық сауаттылықты қалыптастырған ана кейін етеккірдің киілуінде ретімен айта алады. Кейін жыныстық қатынасқа түсудің де қандай қорғанудың тәсілдері бар, түсудің түспеудің қандай амалдары бар екенін де түсіндіріп айта алады. Өкінішке орай осындай бізде жыныстық сауаттылықтың кемдігінен, жыныстық сауаттылық болмағандықтан анасымен кейін жыныстық қатынасқа түсе бастаған кезде қыздар, немесе етеккірі келе бастаған кезде анасының кішкентай күнінде айтылмаған дүниені 14 жасқа келіп жыныстық қатынасқа түспе дегені құлағына түрпідей тиеді. Сондықтан ол анасының сөзін қабылдай алмайды. Әрине соның салдарынан өзінің сыныптас қыздарының, достарының, құрбыларының ашық интернеттен ақпараттарды көп қабылдап алып, жыныстық қатынасқа еркін түсіп жүргендер өте көп. Ал жыныстық қатынасқа түсудің ең бір жаңағы білімсіздіктен пайда болатын ол ерте жүктілік. Ерте жүктілік өзі дамып жетілмеген организмге өте ауыр күш тигізеді. Жүктіліктің үзу қаупынан бастап қан кету, қан қысымының көтерілуі, полиорганный недостаточность дейміз, көп органның жетіспеушілігімен жүрілетін преэклампсия, эклампсия деген асқынулар өте жиі кездеседі. Және ондай қан кетулерден көп қыз дүниеден өтіп кетуі де мүмкін. Ол ең бірінші жүктіліктен пайда болатын асқынулар. Әрине, жүктілік болғаннан кейін көп жағдайда кішкентай сроктарында білмейді, іші өсе бастаған кезде барып қана аналары
қарайды, мән береді, неге сен осындай болдың, неге сен толдың деген сияқты. Сол кезде барып қыз баласы менің етеккірім келіп жүрген жоқ деген кезде гинеколог алып келеді. Ал ондай жағдайда көбінесе кеш болуы мүмкін, жүктілікті үзуге де кеш болуы мүмкін, немесе баланы босануға әлі ерте болуы мүмкін. Сонда ең бірінші еститін сөзіміз аналар тарапынан: ұят болды, не айтамыз, әкеңе не айтам, туыстарға не айтам. Өлтіреді Сонда баланың тағдыры емес, баланың өмірі емес, жаңа қыз баланың. Бұнда кәдімгідей ұяттан жаңағы баланың былай қарағанда тағдыры сол жерде шешіліп тастайды. Ерте жыныстық қатынасқа түскен қыз балаларда көбінесе жыныстық жолмен берілетін инфекциялар өте көп болады. Әсіресе соңғы кезде өте көп айтамыз біз жатыр мойны рак ауруы. Жатыр мойны рагы ғылыми түрде дәлелденген, адам папиллома вирусынан жұғады. Оған бір ғана жыныстық қатынасқа түсу жеткілікті. Адам папиллома вирусы организмге енгеннен кейін ол вирусқа қарсы препарат жоқ. Оған қарсы вакцина да алмайсың, себебі вакцина ол профилактикалық ем ретінде жүреді. Сондықтан ол кішкентай қыз бала адам папиллома вирусын жұқтырды ма, кейін өзінің өмірін қалыптастырғаннан кейін бала көтерем, баланы жоспарлайын деп жақсы тұрмысқа шыққанымен де жатыр мойнының обырын алып келу әбден мүмкін. Және осы орайда ең қызық мәселе бар. Көп ата-аналар, көп адамдар жалпы бөлісе бермейді және айта бермейді. Етеккір келгеннен кейін қыз бала білмейді, көтеріп қалатын. Дұрыс па? Ол туралы әңгіме жоқ. Екінші мәселе, көбісі ойлайды, аборт жасай саламыз, түсік жасата саламыз деп ойлайды. Себебі отбасының абыройын сақтап қалу керек қой, бірақ оның салдарын білмейді. Жүктіліктің үзуі жаңағы кішкентай балаға, әсіресе енді ғана қалыптасып келе жатқан организмге қан кету асқынулар өте жиі болады. Екіншісі, әрине ол қырып тазалағаннан кейін, жүктілікті үзгеннен кейін, ол балаларда көп жағдайда кейін тұрмысқа шыққаннан кейін бедеулік өте жиі, өте кеңінен тарайды. Оның орнына мен ата-аналарға, мысалы аналарға көбінесе кеңес беретін едім. Ұятты сырып қойып, хотя ең болмаса балаңыздың өмірі үшін ең қолайлысы жаңағы баланы босандырып алған. Организмі жас болса да, дәрігерлердің қадағалауында болып, кейін өйткені өмірі өксікпен өтуі мүмкін, кейін мүлдем бала көтере алмай қалуы мүмкін. Сізге сұрағым бар. Жүкті болған, немесе түсік тастаған жасөспірімді қалай қорғауға болады болашақта осындайға түспеуге? Және де осы тұста әрине, егер ол жасөспірім қыздың отбасы болса мысалға, сіздің ойыңызша отбасының абыройын сақтап қалу керек па, әлде осы жасөспірім құқығын қорғау керек па? Осы 12-13 жасынан бастап жыныстық қатынасқа түскен қыз баламен жұмыс барысында сұраған кезде енді көп жасөспірім қыздар қазір қарауда мүмкін бұл ақпарат. Сол кезде қандай өзіңізге пайда болды осындай жыныстық қатынастан, сізге қалай өзіңе көмек немесе өзіңе әсер алдың деген кезде ешқандай деді. Бұл махаббат емес екендігін, оның үлкен жауапкершілік екенін, яғни оның да бір өзінің жасы келген кезде жыныстық қатынасқа түсу керектігін ата-ана ретінде барлық балаға айтып отыру керек. Ол ұл бала болсын, қыз бала болсын. Бұны ең бірінші ата-аналар өзінің баласының ересек болуды дәлелдеу үшін міндетті түрде бір жыныстық қатынасқа түсіп дүниеге бала келу керек еместігін түсіндіру керек. Яғни спорт арқылы, білім арқылы, жаңағындай әртүрлі жұмыстар жасау арқылы да ересек бола аласың. Яғни сен ана болсаң да құндысың, яғни сен бізге керексің деген өзіне деген сенімділікті, құндылықты күнделікті айту, қайталау арқылы ғана біз қыз балаларды бұл мәселеден алып шыға аламыз. Мен осы жерде заңгер ретінде айтып кеткім келеді. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 23 бабына сәйкес 16 жасқа дейінгі баламен жасалған сипаттағы әрекет ол қылмыс. Бізде қалай аяқталады? Ол қыз келісім берді дейді. Жоқ. Жыныстық қатынасқа түскенде келісім беру жасы 16. Бізде заң бойынша қыздың некеге тұру жасы 16 бір шартпен, егер аяғы бар болса. Бірақ заң бойынша 18 жас бізде некеге тұру жасы. Келісім беру жасы 16 жас. Сол үшін біз ерте некені көрдік пе? Біз бірден ол жерде балаға қарсы жасалған сипаттағы қылмыстар болды деп қабылдауымыз керек. Барлығымыз хабарлауымыз керек. Және салтанат заңы бойынша филиал үшін бізде білесіздер ме қандай жаза? Өмір бақи бас бостандығынан айыру. 100% келісім
мұқият тыңдаңыздар, жазып алыңыздар, таратыңыздар. Ең бастысы менің қолдайтын мәселем, мысалға жаңағы сіз психолог ретінде өте жұмсақ айтып жатырсыз. Мен де психологпын, келісемін. Сөйлесу керек ата-анаменен. Ата-анаға түсіндіру керек, балаға қолдау көрсету керек. Бірақ мен ойлаймын, отбасы абыройы бұзылды, бояу сіңді, оқиға болды. Оның абыройын қорғауға кеш қалдық. Қазіргі таңда жасөспірім қыздың өмірін сақтап қалу керек. Болашақта ол қалай қоғамға бейімделіп, адам болып кетуін ойлау керек. Осы мәселені көтеру керек. Осы орайда менің өзімнің пікірім, мысалға, ата-анаға да жауапкершілік болса екен. Кезінде жаңағы айтады ғой, алдын алу, профилактикалық жұмыс жасамаған үшін, кейіннен жасыра салу, бүркей салу, ұмыта салайық, ұят болады деген нәрселерді көтерген үшін мен ойлаймын, ата-анаға да бір жауапкершілік керек сияқты. Қалай ойлайсыздар? Осы орайда айтып жатырмын ғой, егер біз мысалға заңға түртіп қойып, немесе қоғамға моральдық тұрғыдан жаңағы деңгейін көтерейік деп қоғамға сырып қойсақ, бұл құрбандардың құқығын кім қорғайды? Өйткені қазіргі таңда стереотип болып кеткен. Құрбанның өзін кім қылып шығарады? Сен кінәлісің деп шығарады. Осы орайда, виктимизация, осы орайда сіздердің әрқайсыларыңыздың қысқа пікірін естігім келіп жатыр. Заңды күшейту керек пе? Әлде жаңағы қоғаммен жұмыс жасау керек пе? Әлде тағы да бір құралдарымыз бар ма? Зорлық көрген балалар қатты зардап шегеді. Сол үшін де мен үнемі өзімнің ұсынысым, мысалға сот процесінде заң қабылданған кезде, шешім қабылданған кезде ата-ана жауапкершілігін жауапты ретінде неге олар ары қарай 6 ай ма, 1 жыл ма, 3 ай ма мамандармен, яғни психолог мамандармен жұмыс жасауды қадағаламайды, нақтыламайды. Ешқандай біз қанша жерден визиткамызды қалдырсақ та, әлде бір-екі рет қане келуі мүмкін, мүлдем келмейді. Қайтадан сізге келіп көмек сұрамайды. Өйткені ол ұят болуы мүмкін. Өйткені олар үшін ол қорқынышты ма? Түсініксіз бұл әлем, Яғни бұны жаңа айтып отқан қоғамға сырыптайды. Ата-ана өзіне алып, ары қаратай сол қыздың, жасөспірімнің, кішкентай баланың ары қарай өмір сүріп кетуіне жан-жақтан қолдауды маман арқылы жасайық деп келісімге келейік. Кәсіби мамандармен сіздер жұмыс жасаңыздар деген кезде жоқ, бізде бас тартады. Қазақта малым жанымның, жаным арымның садағасы деген мақал бар. Өлімнен ұят күшті дейді. Меніңше осы мақалдардан арылу керек сияқты. Ұят өлімнен күшті емес, және ұят үшін қаншама қыз суицид жасады. Өмірден қымбат қазына жоқ. Сол үшін меніңше біздің өмірлік құндылық философиямызды өзгерту керек сияқты, және қыздарға, соны біз ұлдарымызға да, барлық балаларға бала кезден айтуымыз, ең қымбат қазына өмір. Ешкім сенің өміріңді бағалауға, сені кемсітуге, сені ұялтуға, сенің тәніңе, сенің рұқсатынсыз қол тигізуге хақысы жоқ. Осыны жиі айтсақ, меніңше құндылықтар да өзгереді. Қазақ қоғамы зорлықшыл қоғам деген сөз маған ұнамайды. Меніңше біз зорлықшылдан қамқоршыл, эмпат қоғамға айнала аламыз. Кішкентай күннен бастап жыныстық сауаттылықты қолға алу керек. Ата-анасыздар ма, міндетті түрде ең бірінші ұстаздарыңыз, балаларыңыздың ұстазы сіздер болуыңыз керексіздер. Өте дұрыс айтыңыз, рахмет. Айгүл ханым, соңғы сөз сізге. Сіз сияқты жағдайға түсіп қалмасын деп жасөспірімдерге және өзін жаңағы күштеп алып қашатын, немесе алып қашқан қыздарға не айтар едіңіз? Тұрмысқа шығар алдында ұзақ уақыт танып, жақсылап көріп, біліп, оның семьясымен танысуда артық болмас еді. Жас қыздарға айтар кеңесім, ешқандай алып қашып кеткен жағдайда милиция шақырудан қорықпау керек. Ондай жағдайда енді телефонды алып қояды, тиран абьюзерлер, білем, басымнан өткен. Бірақ сонда да қайтпау керек. Ол мейлі алып қашып кетті, бір ай болсын, ол милицияға шағымданудан, заң органдарына шағымданудан ешқашан қорықпау керек. Өйткені өзінің амандығы бірінші орында. 100% сізбен келісемін. Өкінішке орай осындай жағдайлар орын алған кезде жасөспірім қыздар, құрбандар басқа біреуге сеніп қалып, жауапкершілікті басқа біреуге береді. Бірақ оның құтқарылуы тек қана өз қолында ғана. Сол себепті расында да сауаттылықты көтеру керек. Себебі сауатты адам ғана жасаған ісіне жауапкершілікке тартылатын білетін болады. Және ойланатын болады. 10 рет ойланып, 1 рет кесетін болады. Қыз алып қашу махаббат емес. Мәжбүрлі неке дәстүр емес. Сталкинг қамқорлық емес. Ал кәмелетке толмаған қыздың тағдырын оның орнына шешу ешкімнің құқығы емес. Заң қылмыскерді жазалай алады.
бірақ қызды қылмысқа дейін қорғау үшін қоғамның көзқарасы өзгеруі керек. Қыз жоқ десе, ол жоқ деген сөз. Оның таңдауы, қауіпсіздігі мен өмірі кез келген ұят боладыдан маңызды. Мен Рауана Сағадиева. Бұл халық үні. Үндемей қалмайық, өткені кейде бір адамның үнсіздігі басқа адамның трагедиясына айналады. Сіздерге үлкен рахмет, студияға келіп атсалысқандарыңызға. Келесі кездескенше сау болыңыздар.